Бұл әңгіме Алматыда жүргеннен бері айтылатын әңгіме болу керек еді, бірақ біз әйел адамдарды білесіздер, құрсыншы құртады. Жақсы адамдарды құрсыншы, құрсын, кешірейік, ой, адам ғой деген зат құртады да бізді. Бізді осылай қотталып, осылай жындандырып, сосын барып тынышталады олар. Неге тыныш өмір бермейсіңдер? Ай, балаларың бақытты болды, енді мен өз бақытын тауып бақытты болуға лайықты шығармын еді. Неге маған күн бермейсіңдер, неге тыныштық бермей жатсыңдар, мен түсінбеймін сіздерді. Мен қазір айтып отқан затым уже үндемей мына жерімде тұр да. Менің бұрынғы экс-енемді айтып отырмын. Өміріме араласып, қазіргі елдардың нөміріне шығып, күн бермей инстаграмға жазып, дайректке жазып, оның түрінен не шаруаң бар сенің, түрің құрсын деп, неге менің өміріме араласасыңдар, мен түсінбеймін. Ал жақсы, немерелеріңізді жақсы көреді екенсіңдер, иә? Ал сол мен ажырасып, енді оңай емес, 3 бала бағу, мен де қиналдым, мысалы. Қиналған кезім болды, ақшаны жетіре алмаған кезім болды, иә? Сол кезде қайда болдыңдар? Ал қатты жақсы көріп, жандарың шығып бара жатыр екен қазір. Біздікі бала, біз бағамыз деп, әкесі болмайсың деп. Ал ажырасқан кезде қайда болдыңдар? Мен сендерге айтайыншы, жеткізушілер бар шығар араларында, жеткізіңдер. Сол 3 балаға төлеп отырған 43 мың теңге алименттерің кімге жетеді? Бір баланың садигіне де жетпейді. Көмектестіңдер ма балаларға? Киім алып, жағдай жасап, дүниемен бөлісумен арпалысқаннан басқа не білдіңдер? Сонда сендердің балаларың үйленеді екен, иә? Үйленеді екен, балаларың бақытты болуға лайықты екен. Балаларына қарамай, мен балалар аптасына 1 рет, аптасына 2 рет қана демалыста баратын еді, иә? Ето соның өзінде жалынып тұрып, балдар жылап тұрып баратын еді маған. Мен осы күнге дейін не әкесі, не әжесі туралы жамандаған емеспін. Демалыс сайын, анам барайықшы, демалыс, ура, демалыс деп қуанып жүретін балалар, әжесіне не басқасына звондаса, біз бос емеспіз, балаларды әкеліп тастай берме, қарай алмайсың ба, өзімізге бер. Балалар барғысы келетін. Мысал айтқанда. Біз садақадамыз, біз мындамыз, балдарды жібере берме дейтін адамдар, енді қалғанда сонда балаларды бер, өзіміз бағамыз деп. Сендер садақада болғанда кім қарайды сонда? Мен осы күнге дейін балаларға бірде-бір рет сенің әжең осындай, сенің әкең осындай, атаң осындай, барма, үйтпе, сөйтпе деген емеспін. Жалпы балалар өзі білет, өзі шешім қабылдайды. Қиналып жатсам да, тіпті қатты қиналып жатқан өзінде балалар өзі көреді, өзі білет. Қазірдің өзінде мен жынданғанымды білдіртпеймін. Вообще білдіртпеймін. Тіпті үлкен адамдармен отқан кезде балаларды шығарып жіберіп әңгіме айтамын. Балалардың көзінше әңгіме айтпаймын ондай туралы. Жамандап, оларды әңгіме қылып, білдіртпеймін. Жап-жана экс-енем соққан, менің балам алған телефонды, менің інім жазып алған ғой. Мен енді олар бала ғой, мен оларға жазып алың, запись жазып алың, анау-мынау деген жоқ. Менің інім дегенді, білмеймін, өзі жазып алыпты, маған жіберіп тұр ғой. Ананы көріп, вообще шок болдым. Енді шок боласыңдар. Енді мен таң қалмаймын, ондай адамдар екен білем ғой. Кімді оны үйретіп қойды, 2 әкем бар. Сен өзі жалғыз сен, 1 әкем бар, туған болды. Сол саған жанасы, сен қарайтын сол, бағатын сол. Өзім әкем барымыз. Нұрасыл алмайды телефонды мама деп. Маған айтып жатыр. Нұрасыл мені ұмытып кетті ғой деп. О, папаны қатты ауыз тиетінін білесің бе? Далада бір қаңғып жүрген қалпақты папа деп. Мен айттым ғой, папа деп айтпа оған, қалпақ ол жүрген деп. Бақпай сен қаңғып сөйлесің, сен көрсетіп. Кеше Алматыда жүргенде қаңғып жүрдіңдер ғой, сүмірейіп, вообще қарамайды,
даже киімінде жоқ, үстінде боқ болып. Сонды қалдың ба? Ауылға келесің, сенің папан емес па құсын, сені қарап киіндірем, шашын қидырам, бүйтем, сөйтем, сені қарайды. Ойын дейтін де сол сенің папан сол. Осы оған керек емес, ол ертең өзінің баласы болса, сен көтенен бір себептен жұмсап қаңғытып үйтіп қалып. Енді қалғаны баланы улаңдар сөйтіп. Сол балаға сөйтіп айтқаны баланың психикасын ойламай тұр ғой. Өздерінің санасымен сөйтіп айтып тұр ғой. Жарайды. Қалай бар, солай айта беріңдер. Тіпті қорқуға болатын адамдар ғой. Білмеймін, енді мен басқа не істей аламын мұндай адамдарға. Мен қорқам кейде, шынымды айтамын, мен қатты қорқам, күдіктенемін. Мен осы Ақтауға келіп қалай ауырып жүрмін қазір. Бүгін уже сол сәт келіп тұр да, уже мен жарылып тұрмын да кәдімгідей. Мына жерімде тұр да, уже жарылып. Алматыда жүргеннен сөйтіп жүрген адамдар мына жаққа келіп мен уже мына жеріме келіп тұр. Мысалы, осы күнге дейін мен үлкен балама айтқан емеспін, барма ол жаққа, үйтпе, сөйтпе деп та. Ақтауға келгелі бір рет қана барды, одан кейін барған жоқ. Үйде балам, күнде үлкен балам. Не үшін бармайсың, бар шештім ғой, енді әкеңе бар, ертең кетеміз ғой Алматыға, барып қал, әжеңе бар деймін ғой. Өзі барғысы келмейді. Енді бала барғысы емес, мен қинамаймын ғой оны, бар деп мысалы да. Қазір өзінен де қария сұрайын білдіртпей. Оны өздерің куә боласыңдар да. Блин, просто жыныма тимесін деймін да. Жыныма тимеңдер мен. Надо будет әкелі құқығына айырып тастайын бар ғой, маған керек емес. Алименті 43 мың теңге алименті маған қажет жоқ. Мен жыныма тимеңдерші, болды. Әже өзі тоқты. Бірінші папа тоқты ол. Өзі айтты да. Бассейнге барып іштедім. Жоқ бар өңдім. Әже блокировтан шығарып соң келіп звондап айтыр. Не үшін блокқа саласың? Блокқа салдың ба? Неге? Звондап жүреді күнінде. Мен звондаса алшыш. Не үшін? Келсай дейді. Енді баршыш енді. Не барың келмей жүр? Айқын шығарады. Сол үшін барың келмей жүр ма? Папаңа бармайсың, мен папаңа айқайлай ма тоже? Енді жаңа не дейді енді? Өзі ана Үйге келдім, что-то жаман басым ауырып кетті. Уже 4 күн болды басым қоймай ауырып жүр. Бұрын есімде мен дуалады да. Дуа жасалған кезде мен осындай состояние болдым. И дәл сол состояние опять қайталанып жатыр. Қорқам кейде, если честно, қатты қорқам. Бұрында дейтін дуа жасалған кезде маған неше ай жасалғанын білдім. Білген жоқпын, есігімнің тұтқасында андай не тұрды, бірдеңе тұрды, короче, шаш ба, шаң ба. Мен соны тап қалам, түнде келіп, есіктің ручкасында тұрады. И содан кейін бір дуа дейтін бірден істей қоймайды ғой, действие бере қоймайды ғой. Бір 4 ай өткеннен кейін ба, мен уже жаман бола бастадым. Со временем денсаулығым кете бастады. Одан кейін аяғым істемей қалды, 2 аяғым істемей жүрмей қалды, жансыздан. Жүрегім одышка беріп бастады. И барып молдаға барған кезде уже солай айтты да, сен дуалаған деп. О дуаны шешкеннен кейін барып жақсы болдым кәдімгідей. Содан кейін, если честно, қатты қорқам да. И сол состояние қайталанады.